Бұл менің атам Мұқашев Тоқтар. Ол 1923 жылы Көшпірлік ауылында дүниеге келген. 1942 жылы 19 жасында Ұлы Отан соғысына шақырылды. Атам батылдығы үшін бірінші және екінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен және ерлігі үшін 2 медальмен марапатталды. 1943 жылы Курск шайқасында жарақаттанып, әскери қызметінен босатылды. Ол біздің отанымыз үшін, жарқын болашағымыз үшін жан аямай шайқасты. Мен атамды мақтан етемін.